Саламатсыздар ма? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осы аяқ киімді тоқитын боламыз. Өте әдемі. 38-ші гелевый табан алдым. Ақ түстен және жібек жіп алтын түстес және жібек жіп күміс түстес жібек жіп алдым. Крючок 1,5 және қайшы және фурнитурадан осындай брошка, шетіне тағатын брошка алдым. Сабағымызды бастаймыз. Үш жерде менде дәл ортасы, үш жерден бірінші ұяшық, екінші, үшінші, төртінші ұяшықтан крючогымызды кіргізіп, жұмыс жібімізді үш жерден бастаймыз. Үш жағынан жұмыс жібімізді шығарып сыртына, осынша қалдырып, жұмыс жібімізді алып шығамыз. Бұл жерге біреу тоқимыз. Екінші ұяшыққа екеу тоқимыз. Біреу, екеу. Үшінші ұяшығымызға үшеу тоқимыз. Біреу, екеу, үшеу. Келесі үшеу. Біреу, екеу, үшеу. Келесі тағы үшеу тоқимыз. Жұмыс жібімізді шығарып, крючоктағы екі жіптен өткіземіз. Бұл ұяшыққа да үшеу тоқимыз. Бізде енді бірінші ұяшыққа біреу, екіншіге екеу, үшіншіге үшеу, үшеу, үшеу. Енді келесі екеу. Біреу, екеу. Келесі үш, үш, үш. Осылай айналып, тоқып, осы жерге шейін алып келеміз. Біз соңғы ұяшыққа келдік, осылай тоқып. Үш, 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 екі, үш, 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 екіден тоқып. Ең соңына келдік. Бізде мынау үш болды, мынау үш, енді келесі үш. Бастағанымыз мынау бір тұғын, екі. Сонда дәл болды. Енді жұмыс жібімізді шығарып, осы жерге үшеу тоқимыз. Бір, екі, үш. Енді жанындағы ұяшыққа кіргізіп, жұмыс жібімізді шығарып, бекітеміз. Және біреу көтереміз. Енді ораммен келесі ұяшыққа кіргізіп, жұмыс жібімізді шығарып, жұмыс жібімізді крючоктағы үш жіптен шығарамыз. Және ораммен келесі ұяшыққа кіргізіп, жұмыс жібімізді шығарып, енді крючоктағы жұмыс жібімізді үшеуден өткіземіз. Ораммен келесі ұяшыққа кіргізіп, осылай тоқимыз. Ораммен келесі ұяшыққа кіргізіп, жұмыс жібімізді шығарып, үшеуден біреу шығарамыз. Ораммен келесі ұяшыққа кіргізіп, жұмыс жібімізді шығарып, жұмыс жібімізді осы крючоктағы үш жіптен өткіземіз. Дәл осылай тоқып, айналдырып, осы жерге шейін алып келеміз. Мына соңына келдік. Енді теңестіреміз. Мына осылай болып тұр. Енді жаңағы алдында тоқыған ұяшығымызға кіргізіп, жұмыс жібімізді іліп, крючоктағы жіппен теңестіреміз. Енді осы жерде ораммен сол ұяшыққа кіргізіп, жұмыс жібімізді шығарып, үшеуден біреу шығарамыз. Енді тағы ораммен келесі ұяшыққа кіргізіп, жұмыс жібімізді шығарып, үшеуден біреу шығарамыз. Ораммен келесі ұяшыққа кіргізіп, жұмыс жібімізді шығарып, жұмыс жібімізді үшеуден өткіземіз. Дәл осылай, бұл біздің екінші қатарымыз. Дәл осындайдан үш қатар тоқимыз. Мына соңына келдік. Енді осы жерден үш қатар тоқып, енді мынау бірінші мынау алдында көтергеніміз бар, содан жұмыс жібімізді шығарып,
осылай бекітеміз, осылай шығарып қоямыз. Енді біз артын тоқимыз. Осындай кішкентай қалдырып, осы жердегі осы мына жерде жақын қарағанда осы бірінші яшық ұнаған, осыған тоқимыз. Осы жерден жұмысшымызды шығарып, енді келесі яшыққа кіргізіп, ұзын жібімізді алып шығамыз. Сосын күрчектағы жіпке өткіземіз. Енді күрчегімізді кіргізіп, мына жақтағы ұзын жібімізді іліп шығарамыз. Енді осы ұзын жібімізді күрчектағы жіптен өткіземіз. Енді келесі яшыққа кіргіземіз. Ұзын жібімізді алып шығамыз. Енді осы күрчектағы жұмыс жібімізді күрчектағы жіптен өткіземіз. Келесі яшыққа кіргіземіз. Жұмыс жібімізді шығарып, күрчектағы жіптен өткіземіз. Бізде осындай болады. Дәл осылай осы жерге шейін алып келеміз, айналдырып соңына келдік. Енді осы бұрыштан, осы жерден ішкі жағынан күрчегімізді кіргізіп, сырттағы жұмыс жібімізді ішке қарай алып кіреміз. Осылай қойып, енді екінші қатарымызды бастаймыз. Осы жерден төбедегі яшыққа кіргізіп, осы жерде жаңағы мынауымызды ілеміз, іліп аламыз. Енді жұмыс жібімізді шығарамыз. Енді келесі яшыққа кіргізіп, жұмыс жібімізді шығарып, күрчектағы жіптен өткіземіз. Келесі яшыққа кіргіземіз, жұмыс жібімізді алып шығамыз. Келесі яшыққа кіргіземіз, жұмыс жібімізді алып шығып, күрчектағы жіпке өткіземіз. Дәл осылай тоқып, екінші қатарымызды тоқып, осы жерге шейін алып келеміз. Бізде осындай болып шықты. Екінші қатарымызды аяқтадық. Осы жерден соңғы яшықтағы жібімізді ішке қарай тартамыз. Және осыдан жұмыс жібімізді ішінен шығарамыз. Жібімізді тартып қоямыз. Енді біз алдын бастаймыз. Осы жерден жібімізді ортасына ашып, жұмыс жібімізді ортасынан өткізіп бекітеміз. Осы жерде мен дәл ортасын таптым. Мен осы жерде белгі сап қойдым. Енді осы жерде біреу, екеу, үшеу, төртеуге тоқылады. Ортаға біреу қалады. Мынадан бастаймыз. Сонда бізде ортада 1, 2, 3, 4, 5, 6 яшықтан бастаймыз. Жұмыс жіпті іліп шығарамыз және көтереміз. Енді ораммен ортаға біреу тастап, бір яшық тастап, келесі яшыққа жұмыс жібімізді шығарып, үшеуден біреу өткіземіз. Және ораммен келесіге екеу, ораммен келесіге үшеу, ораммен келесіге төртеу. Енді ораммен ортадағы белгілегенімізді аламыз. Осы жерге де тоқимыз. Ораммен енді мына жаққа да төртеу тоқимыз. Біреу, екеу, үшеу, ораммен төртеу. Және ортаға біреу қалдырып, келесі яшыққа кіргізіп, осы жерден аяқтаймыз. Енді осы жерге келдік.
осы жерден мынау бірінші ұяшықты іліп аламыз. Екінші ұяшықты жұмыс жібіміз шығарып, күршіктағы жіптен өткіземіз. 2, 3, келесі 4. 4 ұяшықтан өткізіп, осы жерден 1 көтереміз, 2, 3 көтереміз. Және ішкі жағын қаратамыз. Енді осы жерде бізде 4 көтергеніміз бар. Осы жерден 1, 2, 3 ұяшыққа ораммен алып, 1, 2, 3 ұяшыққа кіргізіп, жұмыс жібімізді шығарып, ораммен тоқимыз. 1 ораммен дәл сол ұяшыққа кіргізіп, осылай өткіземіз. Енді осы жерден 3 көтереміз. 1, 2, 3. Және неде бірінші ұяшық, екінші, үшінші ортаға 1, 2, 3. Ортаға 3 қалдырып, 4 ұяшыққа ораммен 4 ұяшыққа кіргізіп, жұмыс жібімізді шығарып, үшті ораммен тоқимыз. Ораммен 4 ұяшыққа кіргізіп, жұмыс жібімізді шығарып, ораммен тоқимыз. Енді тағы сол ұяшыққа кіргізіп, ораммен енді осы жұмыс жібімізді 3-ден өткіземіз. Және тағы 3 көтереміз. 1, 2, 3. Енді мына жақтан да 4 аламыз. Мына бос емес ұяшығымыз. Мына ұяшығымыз 1, 2, 3, 4. 4-ші ұяшыққа кіргізіп, осы жерден жұмыс жібімізді ішкі жағынан алып, сыртынан күршіктағы жіпке ілеміз. Және осы жерден тағы шетінен тағы 2 қысқартамыз көтеріп. Жұмыс жібімізді шығарамыз. Осы жерден бекітеміз енді. Және тағы 1 шығарып, тағы бекітеміз. Енді төбе жағын тоқитын боламыз. Үште ораммен жұмыс жібімізді шығарып, 3-ден өткіземіз. 1, 2, 3, 4, 5. Енді ораммен келесі мына ұяшығымызға 5 тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5. Ораммен келесі ұяшығымызға 5 тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5. Осы жерден бізде мынау ұяшығымыз бос емес. Келесі ұяшыққа кіргізіп, жұмыс жібімізді шығарып, күршіктағы жіптен өткіземіз. 1, 2 іліп алдық. Енді төбеге қарай 4 көтереміз. 1, 2, 3, 4. Сонда мына бетіне келгенде 6 болады. Енді төбеге қарай 3 көтереміз. 1, 2, 3. Ішкі жағын тоқимыз. Енді ораммен осы жерден ортасын тауып, осы жерден жұмыс жібімізді шығарып, күршіктағы жіптен өткіземіз. Және тағы ораммен сол жерге жұмыс жібімізді шығарып, енді 3-ден 1 шығарамыз. Тағы 3 көтереміз. 1, 2, 3. Енді біз мына 2-нің ортасын табамыз. Мына жерге ораммен осы жерге кіргізіп,
Ораммен үш жерге кіргізіп, жұмыс шыбымызды шығарып, ораммен осы жерге екеу тоқимыз. Біреу, екіншісін осылай үшеуден біреу шығарамыз. Тағы үшеу көтереміз. Енді келесі бізде біреу қалды. Ораммен келесінің дәл ортасын тауып, үш жерге тоқимыз. Үш жерден жұмыс шыбымызды шығарып, күртектағы жіптен өткізіп көтереміз. Және тағы ораммен сол жерге енді үшеуден біреу шығарамыз. Енді үшеу көтереміз. Бір, екі, үш. Енді бұл жерде біреу, мынау бос емес, біреу, екеу, үшеу, төртінші яшыққа кіргізіп, жұмыс шыбымызды ішкі жағынан алып шығып, күртектағы жіпте бекітеміз. Енді тағы екеу бекітеміз. Біреу, тағы екеу. Дәл осылай бесеу тоқимыз. Жаңағы мына қатар сияқты. Осыдан 1, 2, 3, 4, 5, 6. Осындайдан қазір біз 2 яшық тоқыдық. 6 яшық тоқимыз. Үш жерде біз 6-шы қатарымызға келдік. Үш жерден мына үшеу көтердік. Ораммен мынау екеуін ішкі жағын тоқып жатырық. Дәл ортасын тауып, үш жерден біреу ортасын тауып, біреу көтереміз. Ораммен енді ораммен дәл сол жерге кіргізіп, осылай үшеуден біреу шығарамыз. Және үшеу көтереміз. 1, 2, 3. Енді мына жақта 4 яшық. 1, 2, 3, 4-ші яшыққа кіргізіп, жұмыс шыбымызды шығарып, ілеміз. Енді екеу көтереміз. Біреу, мен екеу іліп, шығарамыз. Енді осы жерден ораммен осылай әр яшыққа бесеуден тоқып шығамыз. 1, 2, 3, 4, 5. Осылай әр яшыққа тоқып, осы жерге шейін алып келеміз. Соңына келдік. Үш жерде мынау келесі яшыққа кіргізіп, үш жерден жұмыс шыбымызды шығарып, күртектағы жіптен өткіземіз. Және үш жерден жібімізді үзбей, үш жерден аяқтаймыз. Бізде осылай шықты. Бірінші сабағымыз осымен аяқталды.